Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы адам өмірінде. Сабақ мақсаты отбасының адам өміріндегі рөлін және болашақ отбасылық қарым-қатынастарды жоспарлау жауапкершілік сезімін білім алушылардың түсінігінде қалыптастыру. Отбасы адам баласының өсіп өнер, қас тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Тәрбиенің кілті отбасының өмір тіршілігіне байланысты. Әсіресе ата-ананың адамгершілік бейнесі балаларды тәрбиелеудің негізгі көзі. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Бала өмірінің алғашқы күннен бастап ата-ана өздерінің негізгі борыштарын атқаруға кіріседі, яғни оларға тәрбиеші бола бастайды. Отбасының берік негізі міне рухани мүдденің бірлігінде болмақ. Оның біртұтас тату болуы, береке бірлігі ең алдымен әке-шешенің бір-біріне, балаларына қалай қарайтындығына байланысты. Отбасы адамға не үшін қажет деген сұраққа жауап беру үшін алдымен біз не үшін өмір сүріп жатқандығымыз туралы ойлануымыз қажет. Көп адамдар өмірде барлық нәрсені көру, тырысып бағу қажеттігін алға тартады. Бәрін көріп, барлық орындарда болып, ұмытылмас әсер алу керек дейді. Бірақ бұл бәрі емес. Ең бастысы, бұл өмірден елеусіз өтпей, ұрпағыңды абыроймен жалғастыратын өзіңнің бір бөлшегіңді, балаңды, немереңді қалдыру, яғни артыңнан іс тастау. Жай отбасын құрып қою ғана жеткіліксіз. Барлық отбасы мүшелерімен жылы қарым-қатынасты сақтап, балаларға жақсы тәлім-тәрбие беру маңызды. Отбасы адам үшін үнемі тірегі мен сүйегі болу керек. Әрқашан, әртүрлі жағдайда пайдалы кеңес, қолдау мен көмек алу үшін отбасындағы серімді қарым-қатынастан жақсы еш нәрсе жоқ. Отанға деген махаббат отбасынан басталады. Бұл сөздерді кезінде философ Фрэнсис Бэкон айтып кеткен. Ол қоғамда отбасының қалыптасу үдерістері кезінде қандай үлкен рөл атқаратындығын көрсетіп отыр. Дәл отбасы бұл біздің бірінші қоғамымыз болып табылады. Біз онда өміріміздің алғашқы жылдарын өткіземіз. Ол кездері өмірлік құндылықтар мен басымдылықтары қалыптасады. Сондай-ақ әлеуметтік мінез-құлық нормалары құрылады. Отбасы қоғамның әлеуметтік құрылымының маңызды құраушысы болып табылады. Бұл қоғам жаңғыруын қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік институт. Жай сөзбен айтқанда, отбасы біздің өмірімізде алғашқы орындардың бірін алады және отбасынан қымбат, маңызды еш нәрсе жоқ. Отбасы келесідей тұрақты ажырамас белгілермен сипатталатын қоғамның негізгі ұяшықтарынан тұрады. Бұл еркек пен әйелдің одағы, некеге тұру еріктілігі, отбасы мүшелерінің тұрмыстық ортақтықпен байланыстылығы, некелік қарым-қатынасқа түсу, балалардың тууына, олар әлеуметтендіруге және тәрбиелеуге ұмтылу. Отбасы маңызды қоғамдық құндылықтарға жатады. Адам өмірлік кезең сатыларында оның міндеттері мен отбасындағы мәртебесі біртіндеп өзгере бастайды. Ересек адам үшін отбасы бұл оның бірқатар талаптарын қанағаттандырудың көзі мен оған әртүрлі және едәуір қиындау тапсырмалар беретін шағын ұжым болып табылады. Ал сәби үшін отбасы бұл физикалық, психикалық, эмоциялы және интеллектуалды даму жағдайлары жиналатын орта. Отбасы махаббат сезімін ұластырады. Ата-аналар мен балаларға сенім, бауырбасушылық сезімдерін қалыптастырады. Отбасылық қатынастардың эмоциялы негізін құрайтын үлкендерді, әйелдерді құрметтеу, қарттар мен жас балаларға қамқор болу деген сияқты адамгершілік сезімдердің тәрбиеленуде отбасының рөлі өте үлкен. Отбасы балаға эмоциялы жайлылық пен қорғанушылық сезімін береді. Тілдесу, қызметтік іс-әрекет, марапаттау, жазалау, тәртібін бағалау арқылы әсер ету дұрыс тәрбиеленудің кепілі. Сабағымызды қорытындылай келе, әрбір адамға,
оның отбасынан, жақындары мен туыстарынан артық ешкім ешқашан оны жақсы көре алмайтындығын және бағалай алмайтындығын түсіну қажет. Назарларыңызға рахмет.